Алдыңғы видеода қыжыл туралы жалпы мәлімет айтылды және қыжылға әкелетін себептер туралы айтылды. Ал бүгінгі видеода осы қыжылды тудыратын ауруларды қалай анықтауға болады және оның емі туралы айтамыз. Егер сізде осы герб ауруына күдік туындаса, ең бірінші ФГДС өтесіздер. Сол ФГДС арқылы сізде сфинктердің, яғни жаңағы өңеш пен асқазан арасында бұлшықеттің үңірейіп тұрғаны, дұрыс бірікпей жабылмай тұрғаны көрінеді. Өңештің шырышты қабатының қызарып тұрғаны, одағы эрозия, жаралар, рефлюкс немесе рефлюкстік эзофагит, баррет өңеш сияқты ауруларды көре аламыз. Екінші зерттеу ол өңештің тәуліктік пашметриясы. Бұл кезде қышқылдылық бар жоғын нақты анықтай аламыз және бұл диагноз нақты қойылған соң оны бірден емдеуге көшеміз. Бұл гераны емдеу кезінде ем комплекс түрде болады. Яғни тек бір дәріні таблетканы ішіп қана қоймайсыз, міндетті түрде дәрі-дәрмексіз ем қатар жүреді. Бірінші дәрі-дәрмексіз емдеу ең бірінші өмір салтын өзгерту және диета бойынша нұсқаулықтарды орындау, яғни антирефлюкстік іс-шаралар болып табылады. Бірінші, ұйықтаған кезіңізде басыңыздың астындағы жастық 15 сантиметрден биік болу керек. Бұл кезде өңештің қышқылдану ұзақтығын азайтады. Екінші, диеталық шектеулер. Тағамды аз порциядан, бірақ күніне 6 ретке бөліп қабылдау керек. Оның ішінде майлардың құрамын төмендету керек. Кілегейлерді, сары май, майлы балық, қаз, үйрек, қойдың еттері, торттар бұл сфинктердің босаңсуына әкеледі. Ақуыз құрамын арттыру керек. Ақуыз құрамының артуы арқылы біз сфинктердің қысымын арттырамыз, яғни жабылуына септігін тигіземіз. Одан кейін тітіркендіргіш өнімдерді пайдаланбау. Мысалы, ішімдік, цитрустық шырындар, қызанақтар, кофе, шоколад, қою шай, пияз, сарымсақ және ащы бұрыш. Бұл заттардың барлығы өңешті тітіркендіреді, сосын одан кейін қыжыл пайда болады. Сол үшін осы тағамдарды шектейміз. Үшінші, ұйықтар алдында тамақ жеу әдетіңіз болса, оны қойыңыз, немесе ұйқыдан кем дегенде 3-4 сағат бұрын ас қабылдап үлгеруіңіз керек. Тамақтанғаннан кейін бірден жатпау керек. Вертикальды, яғни тік қалыпта отыру керек. Кейбір кісілер бар, тамаққа тойып алғаннан кейін бірден ұйықтап кететін. Бұлай болмайды. Одан кейін 5-ші, артық салмағыңыз болса, артық салмақтан арылу. Ол іштегі қысымды күшейтіп, рефлюкстің күшеюіне жағдай жасайды. Себебі бұл кезде құрсақ қысым артады. Одан кейінгі себеп тар киім кимеу және қатты белбеу тақпау. Бұл да құрсақ қысымды арттырады. Және қатты еңкеюлер, бүгілулері бар жаттығуларды жасамау керек. 5-10 килограммнан артық ауыр затты көтермеу керек. 8-ші, кейбір дәрі-дәрмектер, мысалы, седативтік, ұйықтататын, кальций антагонистері, холинолитиктер. Бұл дәрілерді қолданбау қажет. Себебі бұл дәрілер сфинктердің қысымын төмендетеді және перистальтиканы баяулатады. 9-ші, шылым шегуді тоқтату. Ол сфинктердің, яғни жаңағы өңеш пен асқазанның арасында бұлшықеттің күшін азайтады және өңештің клиренсін төмендетеді. Осы аталған маңызды шаралар орындалса, одан кейін медикаментозды, яғни дәрі арқылы емдеудің де эффективтілігі 2 есе артады. Ал сіз бұлардың ешқайсыны орындамай тек қана дәрі ішсеңіз, онда ол сізге көмектеспейді. Енді медикаментозды дәрілік еміне келетін болсақ, емнің басты мақсаты қышқылдың өңешке агрессивті әсерін азайтуға бағытталған. Сол себепті ең бірінші кезекте қышқылдылықты азайтатын антисекреторлық препараттар, яғни протон помпасының ингибиторлары қолданылады. Енді бұндай антисекреторлық препараттарды таңдау және олардың дозасын мөлшерлеу осы рефлюкстік аурудың ауырлық дәрежесіне,
ағымының ерекшеліктеріне байланысты болады. Бұл препараттарға амепразол, пантопразол, эзомепразол, рабепразол, лансопразол жатады. Бұл препараттарды қолдану ұзақтығы аурудың кезеңіне байланысты болады. Мысалы, осы рефлюкстік ауру эрозиясыз болса, онда ұзақтығы 3-4 аптаға созылады. Ал бұл героэрозиямен бірге болатын болса, ұзақтығы 4 апта. Егер 1,5 эрозия болса, 4 апта емдейміз. Ал көптеген эрозиялар болса, өңеш бойында, онда 8 апта, яғни 2 ай емдейміз. Егер ол препараттар сізге жақпаса, онда оны H2 гистаминді рецепторлардың блокаторларына ауыстырамыз. Мысалы, фамотидин препараттары. Келесі топ препараттар антацид препараттары. Бұны өзіңіз біліп, яғни қыжыл қатты мазалап бара жатқанда ішуіңізге болады. Тамаққа 30 минут қалғанда ішесіз, немесе тамақтан кейін 40-60 минут өткеннен кейін ішесіз. Сондай-ақ түнге жатарға да қабылдауға болады. Бұл антацидтік препараттарға магний гидроксиді мен алюминий гидроксидінің қосындысынан тұратын препарат малокс алмагель жатады. Одан кейін екінші кальций карбонаты мен магний карбонатының препараттары ренни, гивискон жатады. Үшінші алюминий фосфаты, оған фосфолюгел, альфа-гель жатады. Төртінші магний гидроксиді мен алюминий гидроксидінің қосындысының препараты гистал жатады. Енді ескере кететін жай, осы карбонаттары бар препараттар және кейбір адамдар ас содасында қосып ішіп жатады. Бұл кезде рикошет синдромы болады. Рикошет синдромы дегеніміз, яғни асқазанның қышқылдығы тез түсіп кетеді де, оған жауап ретінде асқазан рефлекторлы түрде орын басу үшін тұз қышқылын көптеп бөле бастайды. Нәтижесінде асқазанда қышқылдық одан сайын артады да, жағдай нашарлап кетеді. Сонда сізде қыжыл басылудың орнына күшейе түседі. Сол себепті бұл препараттарды ас содасы мен карбонатты бірге қолданбаңыздар. Антацидтік препараттар рефлюкстік ауруды емдемейді, тек оның белгісі болып көрінетін қыжылды уақытша ғана нейтрализациялайды. Ал негізгі емдеу препараттары ол протон помпасының ингибиторлары. Жаңа айтып өткен амепразол сол препараттарымыз. Ал жүктілерде болатын қыжылды емдеуге тек осы антацид препараттары ғана көрсетілген. Соның ішіндегі ең тиімдісі фосфолюгел препараты. Осылай сіз 1 ай немесе 2 ай аралығында емделу арқылы дәрі-дәрмекпен және өзіңіздің өмір салтыңызды өзгерту арқылы қыжылдан және қыжылды тудыратын әртүрлі себептерден, яғни рефлюкстік аурудан құтыла аласыз.